Қайырлы күн барша тыңдарман қауым, менің YouTube каналыма тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіздер. Тағдырдың табиғи ағысына қарсы келме. Өмір тыныс алу мен дем шығарудан тұрады. Тыныс алмасаң тұншығып өлесің. Алған деміңді сыртқа шығармасаң да сол. Адам басындағы тағдыр қиыншылық пен қуаныштан, түрлі оқиғадан құралады. Тыныс алып дем шығарғаның секілді өмірдегі қиыншылықтарды да қабылдай біл. Қабылдай алсаң босату оңай. Ал неге менің басыма келді, мен бұған лайық емес едім деп сынақты қабылдай алмай қарсылық танытсаң, қатты қиналасың, мүжілесің, бірақ соңында еріксіз көнесің. Расында, қиыншылық дегеніміз өмірде өзің қаламаған оқиғаларға қарсылығың және содан туындаған жағымсыз эмоцияң. Тап болған қиыншылығың уақыт өте ұмытылады. Олай болса, бұл қиындық та өткінші. Десе де, басқа түскен ауыртпалықтың емі тағдырға иман. Әлемде ешбір кездейсоқ нәрсе болмайды. Сондықтан тағдырдың табиғи ағысына қарсы жүзбе. Жаратқан ие саған нәсіп қылған сансыз жақсылығын қуанышпен қабылдағаның секілді қиыншылығын да қабылда. Мына өмірде күндіз жарық болған секілді қараңғы түнде бар. Жайма шуақ жаз болғаны тәрізді қақаған суық қыста бар. Қуаныш болғаны сияқты қиындық та бар. Тіпті Алланың осы кереғар заңдылығы болмағанда қуаныштың да, жарық пен жылудың да қадірін білмес едік. Бұл әділдік, бұл өмір заңдылығы. Әр оқиға сабақ, әр қиыншылықтың берері бар. Бірде Мәулана Хазіреті үйіне келсе, баласы болмашы оқиғаға күйзеліп, мұңға батып отыр екен. Ғұлама ұлының мұңлы жүзіне бір қарайды да далаға шығып кетіп, қорада ілулі тұрған қасқардың терісін жамылып, өзі бөрі болып ырылдап үйге кіреді. Әкесінің бұл қылығына ұлының ішек-сілесі қатып әбден күледі. Сонда Мәулана: балам, қасқыр терісінің арғы жағында мен тұрғанымды сен анық білгендіктен қорыққан жоқсың. Өмірде басыңа түскен қиыншылықтар да дәл солай. Сені қайғыртқан оқиғалар артында Раббыңның хикметі тұрғанын, илахи сыр жатқанын біл. Сонда сен қайғырып мұңға батпайсың деген екен. Ендеше оқиғалардың астарына үңіліп сабақ ал да өміріңді жалғастыр. Басыңды көтеріп тек алға жылжы. Өмірдің өзгертуге болатын тұсын өзгерт, ал өзгерте алмайтын оқиға үшін еш қайғырма. Тек құдіретті бір Аллаға тиесілі істерді бақылауыңа алып, уысыңнан шығармауға тырыспа. Тағдырға риза болу дегеніміз осы. Ризашылық мақамы дегеніміз тек ізгілер ғана жететін рухани дәреже. Бұл жайлы Құранда: ей, көңілі иманмен тыныштыққа бөленіп, жүрегі жай тапқан адам, Алладан сен разы, ол сенен разы болған күйде Раббыңа қайт делінген. Фажр сүресі 28 аят. Алла тағала мына өмірде саған сан алуан мүмкіншіліктер берді. Алдыңа қиыншылықтарды да шығарды. Сенің осынау мүмкіншіліктер мен қиыншылықтар сәтіндегі таңдауың мен іс-әрекетіңді Алла тағала алдын ала білгендіктен соны тағдыр етіп жазған. Тағдыр дегеніміз міне осы. Пәлекеттің бәрі осымен кетсін. Мәулананың Мәснауиінде мынадай ғибратты мол хикая айтылады. Күндердің бір күні Мұса пайғамбарға бір кісі келді де: айналайын Мұса, маған да дұға жасашы, жан-жануарлардың тілін түсінейін, соның арқасында бұдан да жақсы адам болайын дейді. Сонда Мұса пайғамбар: сабыр ет бауырым, көтер алмайтын шоқпарды беліңе байлама. Қазіргі күнің сұрағаныңнан әлде қайда қайырлы дейді. Бірақ әлгі кісінің тоқтар түрі жоқ. Қайта-қайта өтініп: уа Мұса, бір өтінішімді жерге тастама, тым болмаса ауладағы итім мен қоразының тілін түсінейін. Мұса пайғамбар бұл адам райынан қайтар деп қанша тырысса да әлгі кісі қайтпады. Ақыры қолын жайып дұға етеді. Ана адам риза болғаны соншалық жүзі бал болып жанып үйіне келеді. Ертеңінде үйдің қызметшісі дастархан жайып жатып бір түйір етті жерге түсіріп алады. Сол сәтте құрт аңдып жүрген қораз жүгіріп келіп түйір етті іліп әкетеді. Оны байқаған ит: ей қораз, осы әрекетің дұрыс па? Сен бидай да арпа да жей аласың. Керек болса жүгеріні де қылғытасың. Маған да бір нәрсе қалдырсаңшы дейді. Түйір етті жұтып жіберген қораз итке мойын бұрып:
Дұрыс айтасың, сен уайымдама, ертең қожайынның есегі өледі, сонда жақсылап тоясын дейді, қанатын қағып жіберіп. Ит пен қораздың әңгімесін естіген қожайын есегін дереу базарға барып сатып жіберді де, енді көрейін, қораз бен ит не дер екен деп аулаға шығады. Сөйтсе ит қоразға әкіреңдеп жүр дейді. Қане, сенің есек өледі, қарның тояды дегенің алдаған екенсің ғой. Сонда қораз, есек өлуін өлді, бірақ басқа жерде өлді. Өйткені қожайын оны сатып жіберді. Бірақ еш уайымдама, ертең қожайынның аты өледі, сонда еттің көкесін көресің. Бұл сөзді естіген қожайыны дереу атты да сатып жібереді. Өзіне өзі көңілі тоқ, ақшасын санап келе жатып, ой жарықтық, мына жан-жануарлардың тілін түсінгенім қандай жақсы. Соның арқасында шығынға батудан аман қалдым деп ойлайды. Ертеңіне тағы да енді бұлар не айтар екен деп қораз бен иттің әңгімесін тыңдайды. Ит тағы да қоразға күңкілдеп жүр екен. Әй қораз, сенің айтқаның болмады, тағы да өтірікші болдың. Сонда қораз, жоға, мен өтірік айтпадым. Негізі ат өлуі керек еді, бірақ қожайын оны да сатып жіберді. Бірақ сен уайымдама, ертең қожайынның қатты жақсы көретін малайы жан тапсырады. Қожайын қазан көтеріп ас береді, сонда сылқия тоямыз дейді. Оны естіген қожайын дереу малайын сатып жіберді. Қайтып келе жатып, мына хайуандардың тілін түсінгенім қандай жақсы болды. Соның арқасында талай шығыннан құтылдым деп марқаяды. Ертесі күні әдеттегідей ит пен қораздың жанына барса, екеуі сөйлесіп отыр екен. Ит әдеттегідей ашулы. Ей, өтірікші қораз, қане сенің малай өледі дегенің, қанша күн мені өтірікке тойдырып келесің, сенің бұл қылығың дұрыс па? Сонда қораз, мен өтірікші емеспін, малай өлді, бірақ мұнда емес, басқа жерде. Себебі қожайын оны да сатып жіберді. Негізінде қожайын дұрыс жасамады, өйткені енді кезек өзіне келді. Бірінші бәле-жала есекке келе жатқан еді. Есек өлсе, бәле-жаланың бәрі сонымен кетер еді. Бірақ есек сатылған соң, бәле бағыты атқа бұрылды. Ат кеткен соң кезек малайға бағытталды. Келе жатқан бәле-жала тоқтасын ба? Малайды сатқан соң енді қожайынның өзіне тіке келе жатыр. Ертең қожайын өледі, сол кезде жақсылап тоямыз дейді. Мұны естіген қожайын көз жасын көлетеді. Басын тауға тасқа соғып өкініштен өзегі өртенді. Бірақ бәрі кешеді. Қиссадан түсінгенімізде кейде басымызға келетін қиыншылықтар одан да үлкен пәлекеттерге кәфарат үшін жіберіледі. Кез келген қиыншылық тәубе етіп жөнге келуіміз үшін жаратқан тарапынан жіберілген белгі. Үлкен кісілердің қандай да бір көлденең келген ұнамсыз істі көргенде, пәле-жала, пәлекеттің бәрі осымен кетсін деген сөздің астарында Мәулана түсіндірген терең хикмет жатыр.